Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы өте дәмді болып, бір жасағанның өзінде шығатын сметана пирогтың рецептісін ұсынамын. Ең алдымен біз тестамызды жасап аламыз. Ол үшін бізге ұн, сары май, қант және де жұмыртқа разрыхлитель керек. Алдымен ұнымызға бір шай қасық разрыхлительді араластырып аламыз. Одан кейін сары майымызды қосамыз, қантымызды, жұмыртқаны қосып, барлығын бірге бір массаға келгенше жақсылап, қамырдың массасына келгенше араластырамыз. Енді ыдысымызға біздің қамырымызды, тестамызды, яғни жайғастырып аламыз. Мендегі форма 24 сантиметрлік форма, астына фольганы төседім. Енді тестамызды бір келкі етіп қолымызбен осылай жайып шығамыз, және де жандарына міндетті түрде осылай бортики жасап шығамыз. Мінекей дайын болды. Ішіндегі салмасын дайындағанша холодильникке салып қоямыз. Бізде салмасына міндетті түрде 20%-дық сметана керек. Граммдардың барлығын описаниеда қалдыратын боламын. 4 жұмыртқамызға қосып, үстіне қантымызды қосып, миксермен емес, жай ғана венчикпен немесе шанышқымен жақсылап араластырып алсаңыздар да болады. Бұл жерде миксерді мүлдем қолданбайсыздар. Миксермен араластыруға болмайды. Мен осылай венчикпен араластырып, бір массаға келгенше жақсылап араластырдым. Осы орайда міндетті түрде пештеріңізді қыздырып қойыңыздар. Қызып тұрған пеште 170-160 градуста 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей уақыт өтіп шықты, пісіп шықты, және де міндетті түрде жақсылап суығаннан кейін формасынан ажыратасыздар. Алдымен осылай пышақпен ажыратып алып, одан кейін барып аласыздар. Ыстық күйінде алуға болмайды, ортасынан бөлініп алынып кетуі мүмкін. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағанның өзінде өте дәмді болып шығады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Сіздермен қоштаспаймын. Келесі видео рецептте кездескенше астарыңыз дәмді болсын.